Қайырлы күн достар. Бүгін біз Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданында қоғамдық бақылау жасауға келдік. Бұл біздің келіп тұрған трассымыз Барбастау Ақжайық Индер трассы, яғни шамамен 300 километрдей болады. Осы жолдың 43-93 километрінің арасына, яғни 50 километр жерге барлығы бюджеттен 5 миллиард 281 миллион теңге бөлінген. Оны жасап жатырған мердігер ЮНИСЕРВ серіктестігі, бірақ жолдың сиқы, жолдың түрі деген быт-шыт. Жалпы бізге бұл жерде әкелген осы Шағатай, Құтсұйық, Еңбек, Үлкен Еңбек, Ақжайық ауылдарының азаматтарының ұжымдық арыздары, шағымдары болатын. Олар енді басқа да билік немесе де құқық органдарға жолықтық, хабарластық, бірақ ешқандай да шара жоқ дегеннен кейін бізге әділдік жолына хабарласқан екен. Солмен біз келіп жатырмыз. Қазір жол бойы біз өтіп, бүкіл тесік шұңқырларды, жолдың быт-шыт болған түрін сізге көрсетеміз. Біз көптен бері бұндай жасалып жатқан жолдың бұндай бұзылған жерлерін мен өзім көрмеген екен. Тапсырыс беруші бюджеттен мемлекет тараптан ол автомобиль жолдары басқармасы басшысы Бауыржан Айтмағамбетов. Ал енді ЮНИСЕРВтің директоры, қазіргі басқарып отырған депутат Дінмұхамед Сәтбаев. Осы сіздерге 5 миллиардтың жолы деген осындай болады. Міне шұңқырлардың көлемі әдейі міне машинаны қойып көрсетіп тұрмыз міне. Сіздерге түсінікті болу үшін. Ал осы. Ал жағдай осы жігіттер. Еліміздегі ақша жоқ емес бар, ақшаны салып жатыр. Мердігерлердің сапасыздығы мен әкімдіктердің талап етпеуі болсын, құқықты органдардың. Ал мына жерде асфальт бір қабатқа жұқарды. Осылай есен сайға дейін жұқарады. Көріп отырсыз. Жүгіріп келесіңде, хоп, хоп, көрдің бе? Бір қабат жұқарып кетті ал керек болса. Бір қабат деген жоқ деген. Ал достар, міне қоғамдық бақылауымызды бастадық. Бұл Шағатайдан бастап қазір енді Барбастауға дейін жүреміз, яғни Ақжайық ауылына дейін. Осы 50 километрде барлық шұңқырларға тоқтаймыз дедік. Бұл біріншісі, жаңа сіздерге көрсеткен, езілген, быт-шыт болған асфальт шыққан. Бұның біздің ойымша асфальт салудың технологиясы бұзылған, яғни астыңғы қабаты, астыңғы жабыны өте әлсіз, міне қарауыңыз болады. Плюс екіншіден асфальттың өзі де жұп-жұқа, міне олар бір-бірімен жабыспаған, әлде салқындай құйылды ма кезінде, қолмен алынып салынып жатыр. Яғни біріншіден бұл жерде шарт бойынша кепілдік мерзімі бар, бірақ бұл объект әлі балансқа алынған жоқ. Сондықтан да автомобиль жолдарына біз ертең және прокуратураға тиісті нұсқау хатты жібереміз. Бірақ 5 миллиардты бөліп мынандай жолды салып, жол деп айтуға келе ме? Бұл біріншісі. Қазір сіздер видеоны соңына дейін қараңыздар, бұл енді бір 4-5 минуттық видео шығуы мүмкін. Ал осы, не деген пазл мұны? Есіл Ақшай. Және де осы адамдар, осыны жасайтын адамдарда баяғыдан депутаттар, осыны заказ беріп отырған біздің әкімдіктің де адамдары баяғыдан келе жатқан әкімдер. Бірақ сол ескі ән сол. Қазақстанда не жол жоқ, және оны тексеретін органда жоқ. Осы. Миллиард ақша бөлінген жол. Не мынау? Жолдың ортасында көрт шыққан ба? Айуан апаны қазған ба? Не мынау? Жолдың ортасында не шыққаны бір? Годзилла шықты ма? Не мынау? Мынау не мынау? Не? Мынау керекті қазалады ғой. Керекті қазалады. Түннің ортасында осылар. Не мынау? Годзилла шықты ма екен? Зат шықты мына жерде. Ал, үңгір ғой, үңгір. Не мынау? Не мынау? Масқара ғой, масқара. Бұл Шағатай жақтан келе жатқанда бірінші айналма жол, осындай бірнеше жер бар. Яғни олар осы жерлердің асфальтын әлі жасамаған. Әз осы жолдарды көрсетеміз, жасалмаған жолдарды. Мұқана неге бұзылып жатыр мына асфальт? Бұл жерден бір менің ойымша бір
үлкен бір Годзилла ма бірдеме шыққан шығар. Солай деп ойлаймын. Ем. Алынады. Ірі бәті. Мынау Ақсоғым ауылының тұсы, міне көріп тұрсыздар ғой. Бұндай бұл қазір тек қана жүргеніміз бір 7-8 километрде бұндай ойылып кеткен жерлер өте көп. Бұл әлі тесілмеген, бірақ ана асфальттың астындағы төменгі қабаты әлсіз жасалғандықтан олар ойылып тұр. Бұл ең жүргізушіге қауіптісі де осы. Яғни ойық тесік болса, манағыдай асфальты бұзылып, тау сияқты қопарылып жатса да, көріп шыққан асфальтты тесіп шыққандай, ол енді жүргізушіге көрінеді түнде де күндізде. Ең қауіптілі осылар ойылып кеткені. Бұл жерде жаңбыр жаумаса, ол ойылып тұрады да, келе жатқан жүргізуші машинасының не асын соғады, не бір жағына лақтыруы мүмкін. Бұл және жол көлік аварияларға да әкеліп соғуы мүмкін. Құдай сақтасын. Қараңыздар. Бұл осындайлар өте көп жол бойында. Қай ауылдың тұрғынысыз аға? Мен көлік кеткеннен Ақжайық ауданы, осы көлік кеткен ауылында тұрып, көлік кеткен ауылында тұрғаным. Қазірғали Нұрбат, Зайдағалиұлы болады есім. Неше жыл салып жатқансыз? Осы жолды бар ғой да, биыл бар ғой да, 4-ші жыл ма, білмеймін, 5-ші жыл ма. Осы бітеді, 22-де бітеді, 23-де бітеді. Білмеймін, әлі бітпейді мына жол. Не үшін бітпейді? Енді үкімет ақша бөлмейді, үкіметтен де біздер ойлаймыз ғой. Мен өз басым солай ойлайтын. Енді үкімет бәрі ақшасын беріп тұр ғой. Значит, мердігерден басқа кімнен көлігі бар? Тракторист істей ме жұмыста? Трактористердің бар ғой, осы арада бар ғой, жатады. Шыны керек. Осының мына жолдың сапасыздығы, мен ойлаймын, трактористерден жүріп жатқан ана тапап жатқан катоктағылардан енді тапалмайды ғой. Қазір деген Ақжайықтан шықты, қара. Шұңқыр, ана Ақжайық бар, мына жерде еңбек. Содан қарасаң бар ғой да адам шошиды. Енді бұған қайта үкімет ақша бөле бермейді ғой, шыны керек. Енді бөлінген нәрсені кәдімгі дұрыстап істеу керек қой адам деген. Неше жыл болды салынып жатқаны? Мен білсем бар ғой, осы 4-ші жыл ма, 5-ші жыл ма, білмеймін. Осы әйтеуір басталғанын білеміз. Қуанып кәдімгі шапкамызды аспанға лақтырып едік, бітеді, ойбай жол бітеді. 22-де бітеді, 23-де бітеді. Мынау деген 24-тің уже 24-тің енді шыны керек 6-шы айы бітіп жатыр. Енді бір 5 күнде бітеді. Көресіз бе, әлсіз ғой. Сол ғой айтып тұрған оны бар ғой да, үкіметтің көретін не бар. Жасап жатқан мердігердің ғой, шыны керек. Техникаларын қадағалау керек, тапау керек. Аяқ таспан көтеріп қойып жатады, мына екі арада бар ғой. Талай катогінде басқасында көріп жатыр. Тоқтап айтамыз біздер. Біздер айтып жемәт туамыз. Жігіттерге осының қасында бір Ербол деген бір керемет жас бала болды. Осы бар ғой, жас бала болғанда да ол да енді 20-ге келіп қалған жігіт қой. Керемет контроль жасап жүретін. Технадзор ма, оны білмедік, ал қандай екенін бар ғой. Ал сол бала кеткелі бар ғой, техникадан жұмыс жасап жатқан көрмейміз. Шыны керек мынау ғой енді жатыр ғой. Жасалмай әлі бітпеген жаңа асфальт қой, жол. Қанша тиісті? Енді біздерде біздің ойымыз да дұрыс тапалмайды. Дұрыс тапалмайды. Дұрыс бекітпейді. Біліксіздік, тәжірибенің жетіспеуі, біліксіздігі. Біздер енді бар ғой да, біздер бар ғой да, енді ана адастырып жатқан асфальтын, басқасын біздер білмейміз, ондай маман емес біз. Менің өз ойым дұрыс тапалмайды. Мына жолды дұрыстап тапап, дұрыстап салса, не үшін тесіледі? Жеңіл машинадан басқа ештеңе жүріп жатқан жоқ. Жол деген аңырайып тесіп жатыр. Жеңіл машинаға осылай тесіліп жатыр. Грузовой емес. Грузовой әлі жүрген жоқ қой, бұндан бар ғой. Ертең грузовой жүретін болса не бар? Сөйтсе болды ғой. 2 сағат бұрын өттік. Осы жерден. Трактор сол жерде, осы жерде тұрды. 2 сағаттан бері қозғалмайды ғой. Ал міне кезекті шек қарын ақтарылып жатқан жол, жаңа асфальт, былтыр төселген, езіліп кеткен жерлері. Осы міне 5 миллиардтың жолдың сыйқы. Біз сияқты жолды қарайтын қоғамды бақылау жүргізіп жүрген жігіттерге жаңбырдың бір жақсы осылай ойқыш, апан, терең шұңқырлар болса жақсы етіп көрсетіп береді. Қай жерде қандай қателік бар екен, бір жақсысы осы.
Бұны енді әзірге гарантиясы бар, және шарт біткеннен кейін де гарантия болады бірнеше жыл. Бұның барлығында ЮНИСЕРВ компаниясы жөндеуі міндетті. Ертең тиісті видео шығарамыз, тиісті органдарға хат жібереміз, осының бәрін қайтадан жасатуға шара қабылдаймыз ертең. Ал осы ауданның тұрғындарына сіздерге мәлімет, әдейі облыстық әкімдіктен жауапты алдырттық. Мына жерде жасалмай отырған жолдың қашықтығы 8 шақырымдай. Яғни олар, яғни ЮНИСЕРВ мердігері биыл осы жылдың қазанына дейін бітіру керек. Шамамен 7,5-8 километрдей болады. Осы жол мына жерде жасалмай учаскелер әр жерде бөлініп салған. Сондықтан да сіздер осы жолды қоғамдық бақылауға алуларыңызды біз сұраймыз. Егер қазаннан кейін кешіктіретін болса, күзге дейін, ары қарай қысқа дейін кететін болса, осы бойынша тиісті арыз жазылып, ол тексерілуі тиіс. Өйткені бұлардың барлығына да ақша бөлінген және ол төленуде әкімдіктен. Мынау енді ЮНИСЕРВтің дайындап кеткені бұл, езілген, тесілген, сосын дайындап, енді үстіне асфальт қоямыз деп дайындап қойғаны қалдықтар. Мына жерде жолдың жиегіне қалдық, ескі асфальтты қырып тазалағаннан қалдырып кеткен. Мынау енді өте қауіп. Мына түнде көрмей қалған, байқамай қалған, осы жаққа тойға немесе басқа да бір мерекеге келе жатқан қаланың адамдары байқамай қалып мынаған соғылса, машинамен аударып тастауы мүмкін, Құдай сақтасын. Ал осы жолдың сиқы деген. Қалай солай барлығы. Мына жерде мынандай апандай тесік жатыр, судан дұрыс көрінбейді. Асфальттың ортасында шұңқыр. Қара осыда дымда бірікпеген. Көресіздер, мына бүткіл. Әлақан кетіп қалды ғой, түгел. Әлақан кетіп қалды. Тесікті. Аумағы болып 2 метр квадрат. Дым бірікпеген. Өтіп. Мынау енді бір сапасыздықтың бір түрі ғой, қараңыздар. Мынау жерде су жиналатындай жер, мына жер асты бір канал сияқты. Бірақ соның өзі ойылып кеткен ғой, қараңыздаршы. Соның өзі ойылып, қайтадан жасап шығарған. Сол жерде келеді. Машиналардың өзі желеп, аспай, қорқып өтіп жатыр. Бұл асфальт қабатының қалыңдығы 4 елі. Көріп отырсыздар. 4 елі, яғни бұл майлы шелпектің. Ал неге тіліп тастады екен бұл? Сұрақ. Осындай пирогтар тілінген 3-4 жерде бар. Неге тілді? Не үшін тілді? Белгісіз. Көрдіңіздер ме? Осы міне. Ауылдың тұрғындары осы шұңқырларды айналып жүреді дейді. Алдында аударылған фактілер де болған дейді. Білмеймін, бізге хабарласқан тұрғындар да, машиналарын ұрғандар да бар. Бірақ енді біздің ауылдың тұрғындары, құрметті тұрғындар, жалпы ол тек қана Теректі ауданы емес, Шағатайдың ауылының басқа да ауыл тұрғындары, Қазақстанның басқа жердегі де жол, көлік оқиғасына түскендер енді Құдай сақтасын. Сіздердің бір қателіктеріңіз, сіздер артынан бұл жолдың қожайыны кім, мердігері кім? Егер әкімдік болса, неге әкімдікті жолды дұрыс жасамайды? Мердігері болса, күтіп ұстайтын және ремонттайтын жолды жасап жатқан. Солар неге сіздің залалға, машинаңыздың дөңгелегі тесілсе де 5000 теңге шығындаусаңыз да, соны өндіруге сіздер талаптанбайсыздар. Прокуратураға арыз жазбайсыздар, сотқа шағым түсірмейсіздер. Тек солаймен әңгіме ретінде үй ішінде солай дастархан басында қала қалады. Ол дұрыс емес.
әр шұңқыр үшін әрбір көлік иесі шағымданатын болса, сонда ғана сапа түзеледі. Сонда ғана қамшымен сыбағаннан кейін ғана мердігерлер мен тапсырыс берушілер, әсіресе оның ішінде әкімдіктер, олар сонда ғана өздерінің жұмыстарын дұрыстап жасайтын ғана болады. Соны ескеріп жүріңіздер. Елу сегізінші километр. Міне саған. 58 километр. Жалпы бір 43-тен 93 километрдің ортасы, барлығы 50 километр. Міне кезекті екінші мекен тағы да мына қиып тастаған жер. Қиып тастамаған, бұл жасалмаған жер бұл. Осындай үзінділер бірнешеу. Үш тракторда бір адам сияқты. Көрдің бе? Үш трактор, үш техника, бір тракторист. Ондайды көрдің бе? Иә. Адамнан техника бұл. Бә? Техника көп, адам азды. Иә. Жалпы мынандай бір викторина ойнау керек болып тұр. Осы жол жасайтын мердігерге, Юнисервке, Нануш құрылыс бар, Айдана бар, Тоби бар, енді біраз бар ғой, енді бір 20 шақты. ДСК приоритет бар. Соларға сұрақ қою керек еді. Жалпы сұрақ қоямын, ертең ресми жолдайым, көбі депутат қой. Өздеріне жіберемін мәслихатқа өтінішпен. Мына жерде фура жүрмейтін мысалға. Осы салынған асфальт жап-жаңа былтыр жасалған. 23-те. Неге бір маусымнан, бір қыстан кейін неге осылай өзімен өзі тесіліп қалады? Неге? Біреу келіп бір әдейі тесіп кететіндей. Айтыңыздаршы. Сіз жауап бере аласыздар ма осы мердігерлер осыны жасап жүрген? Асфальттың кәдімгі енді баяғыдан бері енді жемін жеп жүргендер кәдімгі, қызын көріп жүргендер. Осыған байығандар, рейтингте 1-ші орында, 10-ші орында тұрғандар депутаттар. Көбі депутат қой осылардың жол жасайтындар. Неге осылай?